Біз соңғы кезде мына сөзді көп айтып кеттік қой. 30 жылда түк болған жоқ, 30 жылда бір жақсылық болған жоқ деп. Онда біздің болашақпен оқып келген қаншама жастарымыз, біздің қаншама олимпиаданың көк туын көтергенде көзімізге келген жастар, қуаныштар, жақсылықтардың бәрін ысырып тастаған болып тұрмыз ғой. Мысалы қара, Ерлан, мен ауылға барам. Ауылға барғанда біздің ескі үй бар, қара шаңырақ бар. Ол үйде монша болған жоқ, үйдің ішінде су болған жоқ, газ болған жоқ. Даладан көмір әкеп жағатын едік. Арғы бір бөлменің киізі мен паласын түріп қойып, дәулегенге шомылатын едік. Әйтеуір бір өмірімізді сүрген едік сол үйде. Бірақ сол үй маған ыстық. Мен сол үйді жамандыққа қимаймын. Неге? Себебі ол менің үйім. Себебі ол менің қара шаңырағым. Біз 30 жылды бұл менің мемлекетім, бұл менің Қазақстаным деп қабылдай алсақ, оның ішінде де көп жақсылықтар бар. Түк жақсылық көрмедік, тек қана біз бақытсыз болып өмір сүрдік дейтін болсақ, онда мен ауылдағы үйімді де барып сүріп тастауым керек та. Өйткені шынында да ол жерде бір керемет роскошпенен керемет жағдайлар болған жоқ, бірақ қаншама естеліктер бар. Қаншама ата әжемнің ақылы бар ол жерде. Қаншама күткен қонақтар менен балалық бақытым бар ол жерде.